сенің туған күнің шын ба? Сен действительно білесің ба, именно сен 1 май күні туылдың ба? Немесе сен 30 июньда туылдың, и сенің папаң почему-то ішіп кетті, жуып кетті, и сенің туған күніңді 1 май күні алды. Сіздерде осындай жағдай болатын болса, осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Мен сіздерге соның шешімін айтамын. Неге бұл бізге өте маңызды? Осы уақытқа дейін мен өте көп консультация өткіздім. И сол кезде маған действительно мынандай дуальностьпен келеді. Бұны дуальность деп айтады. Мысалы, 30 майда сен туылдың, 1 июньда сенің метрикаңды алды. Бұл жақта не болады? Сенің санаңа 30-да жұмыс жасайды, мына жағыңа сенікі 1-де жұмыс жасайды. И вот сол кезде просто прочувствовать ету керек. Сіздер екі адамның өмірін сүріп жүрген сияқтысыздар. Осыдан 4 жыл бұрын, жаңадан мен осы ғылымды бастаған кезде, Чимкент қаласынан маған бір келіншек келіп кетті. Сонда айтады, мен 40 жыл болды, өзімді түсінбеймін дейді. И когда мен оған разбор жасай бастаған кезде, оказывается, ода 2 туған күн екен. 30 числода туылған, бірақ оның жаңағы документін, метрикасын 1 числода алған болатын. 1 июньда, допустим, алынды да. Енді теперь ары қарай не болады? Қараңыздар. 33 жасқа дейін ол келді, 33 жаста адамға миссия кіреді, мен осы сіздерге айтқан болатын. Енді бұл адамға не кіреді? Бұл адамға 1 емес, бұл адамға 2 миссия бірдей кіреді. Ол миссияның сферасы бар. 1 сфера емес, 2 сфера оған басып тұрады. И сол кезде ол адамның басында хаос болады. Вот менің өзімнің личный жасап жатқан анализім осы 4 жылдың ішінде сол адамдар жетістікке жеткенге кішкене қиналады да. Неге? Өйткені 2 адамның өмірін сүреді. Тағы да енді ары қарай жалғастыратын болсақ, әр адамның жеке жылы бар. Оны тоже мен сіздерге айтқан болатын. Енді бұл адамға 1 емес, 2 жыл бірдей кіреді. Ол мына жақта 1 жыл, мына жақта 7 жыл. Сонда ол қай жылмен өмір сүру керек? Сіздер түсініп отырсыздар ма қазір менің айтқанымды? Бұндайлар өте көп. В особенности 1970-60 жылғыларды, 80 жылғыларды почему-то вовремя алмайды. И как попало, жаңа алған ғой туған күндерін. И сол моменте ол адамның өмірінде уже күрт өзгеріс болады. Бастары ауырады, басқа жүректері ауырады, тағы да бір неше түрлі бір какой-то даже бір түсініксіз бір какой-то аурулар болады. Не үшін? Өйткені 2 энергия жұмыс жасайды. Енді сіздерге полезный, пайдалы ақпарат болсын. Егер де сондай жағдайда жүрсеңіз, бүгінгі таңда міндетті түрде мүмкіндік болатын болса, өзіңіздің шын туған күніңізге удостоверениені ауыстырыңыз. Ол өте маңызды. Егер де ауыстыратын мүмкіндік болмаса, болмайды, айтып жатады, болмайды. Әке-шешем қайтыс болып кетті, мен оны қаяқтан табамын? Метрика бір жерде қалды, мен не істеймін? Деген ол долгий мынандай процесс. Онда былай жасайсыздар. Ол прям саналарыңызбен мықты жұмыс жасау керек. Тек қана сен өзіңнің қай күні туылдың, тек қана сол күні туған күні тойла, екінші мына жазылғанда санаңнан алып тастау керек. И ешкімге айтпа, что сенде 2 туған күн бар. Вот осы маңызды да. А то жаңа қыз маған келді, менде 2 туған күн бар дейді ғой. Мен айттым, қандай 2 туған күн? Мен 30 күні туылғам, и маған удостоверениені, жаңа метриканы 1 деп алған дейді. И представляете, сонда в течение бар ғой, 40 жылдың ішінде елдің бәріне соны айтып шыққан ғой. Еще и плюс тағы да мынандай болады. 2 рет тойлайды да ол туған күнді. Ондай жасауға мүлдем болмайды. Егер де сіздерге осы айтқан ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сіздердің туған күндеріңіз шынымен сол күні ма, или оны ауыстырып алды ма?